сіздермен құрметті әріптестер, бүгін мен сіздермен майшам әдісімен бөліскім келіп отыр. Майшам әдісін психологиялық дайындықта пайдаландым. Ондағы мақсатым оқушылардың арасында жағымды қарым-қатынас орнату, бірін-бірін сыйлауға және адалдыққа, мейірімділікке баулиды. Сабақты бастамас бұрын осы майшамның жылуымен, жарықтығымен бір-біріне жақсы тілектер тілеңіздер деп айтқан кезде балалар өздері жақсы тілектерін айтып, сабақты көңілді бастайды. Екінші, мына майшамдарды кері байланыста қолданам. Оны оқушылар сабақты сіздерге ұнады ма, ұнамады ма, егер ұнаған болса, майшамды жағыңыздар деп айтам. Сол кезде осы майшамды жағып, өздерінің сабақта ұнағанын, ұнамағанын осы майшам арқылы маған кері байланыс жасайды. Әріптестер, мен бірінші сыныпта математика сабағында мына сандық сәуле арқылы толық ондықтарды қосу, азайту тез меңгеретін әдісті көрсеткелі отырмын. Мысалға, 10-ға 20-ны қос десеңіз, бала келеді дағын 10-нан бастайды, яғни 20-да 2 ондық бар екенін біледі, бірден 2 рет секіреді. Яғни 10 мен 20-ның қосындысы 30-ға тең екенін өздері айтады. Одан кейін, мысалға, 50-ге 30-ды қос десек, әрине 30-да неше ондық бар? 3 ондық бар. Олай болса, 3 рет секіреміз. 1, 2, 3. Яғни 50 мен 30-ның қосындысы 80-ге тең екенін оқушылар өзі бірден айтатын болады. Енді азайтуға қолданатын болсақ, мысалға 90-нан 20-ны азайту үшін әрине біз кері қарай жүреміз. 90-нан 2 ондық секіреміз. Неше болды? 70 болды. Балалар өзі 70 екенін бірден тауып, осы көру арқылы қосу, азайтуды жақсы меңгереді.